Саламатты студенттер, бүгінгі дәрісіміз сын есімнің шырайларына байланысты болады. Орыс тілінде степени сравнения имен прилагательных дейміз. Екі тілге де тән, салғастырып отырған қазақ және орыс тілдеріне тән шырай формасы бар. Жай шырай положительная степень, салыстырмалы шырай сравнительная степень, күшейтпелі шырай превосходная степень. Екі тілде де сын есім субстантивтенеді. Олар контекстке байланысты болады. Мысалы, үлкенді сыйлау керек, старших надо уважать. Бұл жерде үлкенді және старших бұл субстантивтенген сын есім. Қазақ тілінде субстантивтенген сын есім зат есімдер сияқты көптеледі, септеледі, тәуелденеді. Мысалы, қызылдар келді, қарамен ойнадым, тағы басқа. Орыс тілінде субстантивтенген сын есімдер септік категориясы түрлі лексикалық мағына береді. Мысалы, пожертвовал самым дорогим. Не хочешь ли сладенького? Осы жерде дорогим, сладенького бұл да субстантивацияға ұшыраған сын есімдер. Екі тілде де субстантивтенген сын есімдер сөйлемде сөйлем мүшесі бола алады. Ал енді мынау шырай формасына степени сравнения имен прилагательных жеке толығырақ тоқталайық, айталық. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де жаңа шырай формасы бар дедік. Енді осы екі формада да айырмашылықтарға тоқтайық. Ең алдымен қазақ тілінде кейбір мағынасына қарай және топтау барысында бір топқа жататын сын есімдердің кейбіреулерінің шырай формасы бар, ал кейбіреулерінде жоқ. Мысалы, саңырау, саңыраулау, қисық, қисықтау. Бұл жерде байқап отырғанымыздай салыстырмалы шырай бар. Ал соқыр, бойдақ деген сын есімдердің мысалы шырай формасы жоқ. Ал ары қарай тағы да мысалдар арқылы дәлелдейік. Қазақ тілінде салыстырмалы шырай жасалу жолдарын, оны сіздер мектептен жақсы білесіздер, дей тұрған мен еске салайық. Рақ, рек жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, көкірек, жасылырақ, лау-леу, дау-деу, тау-теу жұрнақтар арқылы жасалады. Үлкендеу, бірақ үлкенірек. Қаттылау деген сияқты сөздер. Қылт, ғылт, тым, шыл, шіл деген жұрнақтар арқылы жасалады. Дымқыл, көкшіл, сарғыш деген сияқты. Ал енді орыс тілінде қалай жасалады? Орыс тілінде салыстырмалы шырай мынадай жұрнақтар арқылы жасалады. Ей, допустим, красивый, красивее, прекрасный, прекрасней. Ше жұрнақтар арқылы жасалады. Реже, больше и так далее. Оват, еват жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, желтый, желтоватый, синий, синеватый и так далее. Салыстырмалы шырай басқа түрден де жасалуы мүмкін орыс тілінде. Мысалы, хороший, лучший, маленький, меньше. Бұл құбылысты сіздер жақсы білесіздер, суплетивизм деп атаймыз. Орыс тілінде салыстырмалы шырайдың күрделі формасы да бар. Олар сапалық сын есімдердің более, менее сөздерімен тіркесу арқылы жасалады. Например, более твердый, менее жесткий. Екі тілде де сын есімнің күшейтпелі шырай категориясы бар. Күшейтпелі шырай превосходная степень. Еске түсіріп кетейік, бұл заттың бастапқы сындық қасиетін күшейте түсетін, асыра түсетін, не асыра төмендететін сын есімнің формасын күшейтпелі шырай немесе превосходная степень дейміз. Қазақ тілінде бұл шырай негізгі сын есімдерге күшейткіш буынды қабаттастыру арқылы жасалады. Мысалы, жап-жасыл, жұп-жұмсақ деген сияқты. Күшейтпелі шырай формасын жасайтын тағы бір тәсіл, бұл сын есімдерге аса, өте, тым, нәзік, нақ, ең, орасан, керемет сияқты көмекші сөздердің тіркесу арқылы. Ең құрметті, орасан зор, аса үлкен, ең әдемі, тағысын тағы деген сияқты. Орыс тілінде күшейтпелі шырайдың превосходная степень жай және күрделі тұлғасы болады. Күшейтпелі шырай орыс тілінде мынадай жұрнақтар арқылы жасалады. Бірінші, эйш, айш жұрнақтары. Мысалы, красивый, красивейший, тонкий, тончайший. Ш жұрнағы арқылы салыстырмалы шырай формасымен бірге күшейтпелі шырай формасы тұлғасында жасайды. Мысалы, низший слой общества, высшее учебное заведение, высший деген сөз. Күшейтпелі шырайдың күрделі тұлғасы сын есімдер мен самый деген есімдіктің тіркесу арқылы жасалады. Самый большой, самый маленький, самый любимый и так далее. Следующее, слишком, крайне, чрезвычайно, высшей степени сияқты сөздер арқылы да күрделі тұлға жасалады орыс тілінде. Мысалы, слишком красивый, крайне неприятный, тағы басқа. Екі тілде де сын есім, жаңа жоғары жақта айттық, жоғарыда субстантивтенеді. Кейбір сын есімдер
кез келген контекстке зат есімнің қызметін атқарады. Яғни олар толық субстантивтенген сын есімнің қызметін мүлде атқармайды. Мысалы, вселенная, гостиная, портной, жаркое, приданное, мороженое, столовая, рабочий, тағы басқа. Бұл жаңағы күшейтпелі шырайдың жасалу жолдарына байланысты берілген мысал. Енді сын есімнің сөйлемдегі қызметіне келетін болсақ, және сын есімнің септелуіне тоқталатын болсақ, алдыменен қазақ және орыс тілдерінде сын есім төмендегідей қызмет атқаратынын айтып кетейік. Екі тілде де сын есім негізгі қызметі бұл сөйлемде анықтауыштық қызметті атқарады. Мысалы, жасыл жапырақ дейік, зеленый лист. Орыс тілінде анықтауыштық қызметін сапалық сын есімдердің тек толық тұлғасы ғана атқарады. Мысалы, хороший дом. Бұл сапалық сын есім. Ал салыстырмалы шырайдағы ей, ше жұрнақтар арқылы жасалған сын есімдер тек қана қиыспайтын анықтаушы ретінде ғана жұмсалады. Мысалы, его дети постарше моих. Эти цветы душистее садовых. Екі тілде де, қазақ және орыс тілдерінде де субстантивтенген сын есімдер сөйлемде бастауыштың қызметін атқарады. Мысалы, үлкендер жақсы көреді, старшие любят. Екі тілде де сын есімдер сөйлемде бастауыш бола алады. Мысалы, луна светлая, ай жарық деген сияқты. Бұл сын есімдердің сөйлемдегі қызметі туралы қысқаша мағлұмат. Ал енді сын есімдердің септелуіне тоқталатын болсақ, бұл жерде склонение имен существительных. Қазақ тілінде де сын есім зат есімге тіркесіп, негізгі қызметін атқарғанда, зат есімнің тұлғасына үйлеспейді де, қиыспайды да, яғни тәуелденбейді, көптелмейді, септелмейді. Ал тек субстантивтенген жағдайда ғана, қайталап айтамын, зат есімдер сияқты сын есімдер көптеледі, септеледі, тәуелденеді. Келесі дүние айтылатын нәрсе, бұл сын есімнің бұлайша түрленуі зат есімнің тұлғасына байланысты болады. Өйткені орыс тілінде сын есім зат есімменен қиыса байланысады. Қазақ тілінде қабыса байланысады. Байланысудың түрлерін сіздер жақсы білесіздер. Орыс тілінде толық формадағы сын есімдер полный, прилагательный, олар көптеледі, септеледі, род категориясы бойынша өзгереді. Бірақ көптік тұлғада род категориясы бойынша өзгермейді. Бұл сын есімнің септелуіне байланысты айтылатын айырмашылықпенен ұқсастық тұстары. Жақсы. Келесі біздің тақырыбымыз, жаңа морфологияны өтіп біз қазір екі тілде салғастырып отырмыз. Келесі сөз табы біздің салғастыратын сөз табымыз ол сан есім. Сан есім заттың сан мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін лексика-грамматикалық сөз табы екенін сіздер жақсы білесіздер. Сан есім морфологиялық құрамына қарай негізгі туынды, дара, күрделі болып бөлінеді. Сан есімдер басқа сөздер тіркестірмей жеке дара айтылғанда тек абстракт сандық ұғымдардың атаулары ретінде ғана қолданылады. Сан есім негізгі функциясы анықтау болғандықтан қазақ тілінде ол үнемі анықтайтын сөздерден бұрын тұрады. Бірақ ешқандай морфологиялық өзгеріске түспейді. Ал орыс тілінде зат есімге ыңғайласып септеледі, көптеледі, род категориясы бойынша өзгереді. Мысалы, 2 девушки, 2 девушкам, 10 девушек, 2 парня, 2 парням, 2 парней, тағы басқа. Қазақ тілінде тек субстантивтенген жағдайда ғана түрленіп өзгеріске түседі. Яғни көптеліп, септеліп, тәуелденіп, жіктеліп қолданыла береді. Жақсы, енді сан есімге байланысты бірнеше мағлұматты еске түсірейік. Жаңа біз сан есімдерді, негізгі сан есімдер, туынды сан есімдер болып екіге бөлдік. Негізгі сан есімдер қатарына тек есептік сан есімдер жатады, туынды сан есімдер қатарына негізгі сан атауларына қосымшалар мен шаулардың тіркесуі қосылу арқылы жасалады. Мысалы, 3, үшінші, үшеу, үшеудей, үш-үштен, 3, третий, трое, около 3, по 3 и так далее. Жақсы, қазақ тілінде де, орыс тілінде де сан есімдер дара және күрделі болып екіге бөлінетінін айттық. Дара 100, 100, 5, 5, 5, 105, 105 и так далее. Ал қазақ тілінде күрделі сан есімдер 11-ден басталады, назар аударыңыздар. Ал орыс тілінде 21-ден басталады. Яғни 20-ға дейін күрделі сан есім емес, ол дара сан есім болады екен орыс тілінде. Күрделі сан есім дегеніміз 2 және одан да көп сөзден тұратын сан есім. Жақсы. Енді сан есімге байланысты қандай айырмашылықтар бар? Алдыменен сан есімнің
Так, мына жерде түрлерін беріп отырмыз. Есептік, количественное числительное, реттік, порядковое именочислительное, жинақтық, собирательное именочислительное, бөлшектік, дробное именочислительное, топтық және болжалдық сан есімдер. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Жалпы сіздер бұлардың сан есімнің мағыналық түрлерін мектеп бағдарламасынан жақсы білесіздер. Ал біздің мақсатымыз қазақ және орыс тілдеріндегі сан есімдердің түрлерін салғастырмалы сипатта сіздерге меңгерту. Келесі сабақта осыны ары қарай жалғастырамыз. Рахмет.